Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Ақмарал. Бүгінгі видеода осындай әдемі резинка тоқып үйренетін боламыз. Өткен сабағымда мынандай резинка тоқуды үйрендік. Мына жерде ссылкасын қалдырып кетемін. Қарап, менімен бірге тоқысаңыздар болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызға кірісейік. Ең бірінші бізге қажет заттар міндетті түрде мынандай қарапайым резинкалар. 50 теңге, 60 теңгенің арасында тұрады бағасы. Және де крючок и мынандай бүгін пышный жіппен тоқитын боламыз, велюр жіптен. Мен қазір Гималая Dolphin Baby жібімен тоқиын деп жатырмын. 100 граммда 220 метр тұрады бұдан. Крючок мөлшері 4,5 мм деп көрсеткен. Ол енді әркімнің өзінің пайдалануына байланысты өзгертуіне болады. Ең бірінші біз мына жіптің басын күйдіріп аламыз. Жібіміз аздап шашырап кетпеу үшін. Себебі мына жіптің басын күйдірмесе, мына түбінен былай түсе береді. Мынандай қоқымдары түспес үшін негізі бірақ өте мықты жіп. Бірақ сонда да кейде болады мынандай қиқымдары шығуы мүмкін. Сол үшін күйдіреміз. Енді біздің жаңағы резинкамызды аламыз да бірінші міндетті түрде байлап аламыз. Енді мінекей мен байлап алдым. Енді мына жерден бір столбик без накида аламыз да бір петля подъема көтеріп аламыз. Енді мына бойының барлығына столбик с накидом тоқимыз да арасына 3 воздушный петля алып өтеміз. Яғни әрбір столбик с накиданнан кейін 3 воздушный петля алып отырамыз. Мінекей, осылай осы қатардың соңына дейін өз бетімізше тоқып шығамыз да қатардың соңында кездесеміз. Міне қатардың соңына келдім. Енді мына тұрған қатардың басы мен мына соңын соединительный петлямен қосып, тағы да бір воздушный петляны алып, керек емес артық жіпті қиып тастаймыз. Мінекей. Енді мына жіпті тағы да кішкене бір рет ораймыз да, тағы да түйін жасаймыз да, қалғанын қиып, күйдіріп, жасырып қоямыз. Бұлай етіп күйдіріп, жасырып қоямыз. Және мына басындағы дана көрініп тұр екен, оны да бұлай жасырып қоямыз. Міне бізде бастапқы бірінші рядымыз жаңа мынауысымыз жасалды, мынауымыз жасалды. Енді мынандай құлақша болмаса бантикті тоқуды көрсетемін. Сонымен біздің резинкамыз дайын болады. Жібіміздің соңын міндетті түрде күйдіріп аламыз басын. Енді біз қазір 34 воздушный петля аламыз. Жіптің соңын кішкене ұзынырақ қылып алыңыздар, қатты ұзын керек емес. Орташа 1, 2, 3, 4.
34 және 35-ші бір петля көтеріп аламыз. Петля подъема, бұл тоқылмайтын жері. Енді мына тұрған 34-ші петля, мына біздегі петля подъеманың бастамаймыз. 34-ші петлядан бастаймыз. Бірінші столбигіміз столбик без накида болады. Осыдан кейін полустолбик с накидом тоқимыз. Одан кейін столбик, 2 столбик с накидом тоқимыз. Бір столбик с накидом, екінші столбик с накидом. Осыдан кейін накид кигіземіз. Мына тұрған келесі петляға күрчігімізді кіргіземіз де, мына накидтің мына тұрған бірінші петлясын тоқимыз бірінші. Әлі біздің петлямыз үшеу. Одан кейін екеуін біріктіріп тоқимыз былай. Содан кейін барып мына екеуін біріктіріп бір петля қалдырамыз. Осыдан кейін тағы да осындай петля жасаймыз. Екеуін біріктіріп тоқимын, кейін тағы екеуін біріктіріп тоқимын. Кейін 2 столбик с накидом тоқимыз. Тағы да 2 столбик, тағы бір столбик с накидом. Енді келесі полустолбик с накидом, накид кигізіп алып, осы үш петляны біріктіріп тоқимыз. Одан кейін қарапайым столбик без накида тоқимыз. Мына жерде енді соединительный петлялар аламыз. 14 соединительный петля. 3, 4, 5, және 14-ші. Енді келесі столбикке столбик обычный, столбик без накида. Келесі петляға полустолбик с накидом, 2 столбик с накидом тоқимыз. Келесіне накид кигізіп аламыз да, бірінші мына бір петляны тоқимыз. Біздің күрчігімізде 3 петля, 2 петляны тоқып, кейінгі ең соңғы 2 петляны біріктіріп тоқимыз. Тағы бір рет солай тоқимыз. 2 столбик с накидом тоқимыз қарапайым. Және полустолбик с накидом. Ең соңында қарапайым столбик без накида. Біздің құлақшынымыз тоқылды. Енді керексіз жібімізді кесіп тастаймыз. Мына жіптің соңын тартып шығарамыз. Осы жерде мына қалдық жіптің соңы мен мына жақтағы жұмыс жібінің қалдығын екеуін былай етіп түйіндеп, керексізін қиып, міндетті түрде күйдіріп қоямыз. Мінекей. Кішкене алып тастаймыз. Шашыраған жерлерін. Қап-қара болғанға дейін күйдірмейміз. Жайлап тек күйдіріп қоямыз. Мінекей. Міне, мынандай құлақшын шықты бізде. Енді бұл құлақшынды келіп мынаған байлаймыз. Мына жаңағы соңғы өзі көрініп тұрады соңы. Осы жерден кіргізіп байлауға да болады. Болмаса бірден мына ұқсап байлауға болады. Ыңғайларыңызға қарай әдемілікті үйлестіруге болады. Мен енді былай ортасынан кіргізіп байлайын деп тұрмын.
Міне менің әдемі резинкам болды. 5 минутта тоқып алуға болады. Менің каналыма міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламатта болыңыздар.